Сәлем, қадірлі көрермен. Қосылайық жобасының эфирі уақытша тоқтап тұрғанымен, қатысушылардың өмірінде тоқтаусыз өзгерістер орын алуда. Соның бірі Ақерке мен Сержан жұбы. Жақында Ақерке Instagram парақшасына анасымен болған бейне жазбаны жүктеді. Видеода анасы қызын әлі де үлкен өмірге дайын емес деп санайтынын айтып, егер Ақеркені алып қашса, қайта алып кететінін ашық жеткізеді. Оның сөзінен алаңдаушылық пен қорқыныш байқалды. Әлі өз жолыңды таппадың, алдымен үйің болсын, жағдайың болсын. Өмір сүріп көруге емес, толық дайын болып баруға тиіссің, деді анасы. Ақерке бұл бейнежазбаны жариялай отырып, өз жан сырында бөлісті. Ол өз постында былай деп жазды: өмірдегі ең қиын нәрсенің бірі отбасың таңдауыңа қарсы болған сәт. Бірақ олар нақты бір адамға қарсы емес, менің әлі толыққанды өмірге қадам басуға дайын екеніме күмәнмен қарап отырған сияқты. Дегенмен мен отбасының ризалығы мен амандығы үшін өмір сүрдім, әрі солай бола береді. Қазір Ақерке туған ауылында, ата-анасының жанында. Бұл шешімді көпшілік қолдады да, түсінбей қалғандар да болды. Бірақ бір анық нәрсе, Ақерке бәрін сабырмен қабылдап, отбасына деген құрметін жоғары қоя білді. Сержан болса, бұл жағдайға қатысты әлі үнсіз. Оның не ойлап жүргені жұмбақ. Бірақ көрермендер екі жастың арасы алыстамаса екен деп тілеп отыр. Комментарийлерден байқағанымыз: Ақерке өте парасатты қыз, анасын ренжітпей, бәрін сабырмен шешіп жүр. Сержан оны күтіп қолдаса екен, дейді бірі. Кейде махаббат емес, уақыт жеңеді. Бәрі өз уақытында болатынын ұмытпаңдар, дейді екіншісі. Қосылайық эфирі қайтып оралғанда, бұл жұптың тағдыры қалай жалғасатыны бәрімізге қызық. Ал әзірге Ақерке отбасымен, ал біз күтудеміз.